да мамам айтады морозиликте сүт алып келші деп. Неге морозилик десем, сүтті суытып үлгермейміз дейді. Осындай состояниеде 71 жаста врачтар қолдан келген бәрін жасадық. Бір керемет клиника бар Тараз қаласында, Искулат деген частный больница, крутой. Сода мама 2 рет жатты 10 күннен. Үшінші ретінде айтқан ғой, қолдан келген бәрін жасадық, енді дайындалыңыздар, ұялмайтын жағын ойлаңыздар, жылқыларыңызды дайындаңыздар деген екен. Сол кезде мен былай ойладым, қалай ол 71 жасқа енді келді. Бәрімізді, тоғызымызды жеткізді, бізге жаңағы білім берді, өмір берді, жаңағы жағдайымыздың бәрін жасап, ешкімнен кем қылмай өсірді. Ол біздің қызықтарымызды көретін кезде ол неге өлу керек деген менде вопрос болды. Бұның бір жолы болу керек деп. Осы кезде мен жаңағы шығыс медицинасы деп іздеп осы Теңшіға келген болатынмын. Сол кезде маған Теңшіға келгенде ең бірінші маған мынандай вопрос қойды: ақшаң бар ма деді. Болды ма сіздерде сондай? Бізде вообще екі-ақ нәрсеге келеді адамдар: денсаулыққа и ақшаға. Сол кезде мен айттым, ақша табамыз. Мен не айтам, соны ішкізесің ба деді. Ол кореянка әйел болатын, врач. 42 жыл врач болған екен өзі. Я говорю, ақша да табамын, жаңағы айтқанның бәрін ішкіземін деп. Осы өнімдерді әкеп ішкізген кезде 8 күнде анам аяққа тұрды. Осы күннен бастап біздің өнімдердің мощностын, кереметтігін мен көзіммен көрдім. Бір күнде мен анама 30 пакет детский кальций бердім. Плюс қойып кетіңіздерші, кім бір күнде 30 пакет кальций ішті? 30 пакет кальций бір күнде кім іше алады? Мен бір күнде 30 пакет кальций анама ішкізген болатынмын. 280 капсуладан күніге 4 мезгіл, ертеңгісін 9-да, сағат 12-де, сағат кешкі 5-те, кешкі 9. Осы 4 мезгіл 280 капсула біздің өнімдерді бір уысқа осылай беретімін. Сосын кейін әрине біздің жаңағы шайдан 10-12 литрға шейін, тіпті 15 литрға шейін антилипидный чайды ішетін тұғын, ертеден кешке дейін. Осы кезде біз көрдік, мамадан өте керемет эффектілер болды. Ең бірінші Теңшіға келген кездегі танысқан менің аппаратым ол цек аппараты болды. Цек аппаратқа келіп тұрған кезде мен екі аяғым жеңіл болды. Сол кезде маған арман оянды: мәссаған, мынау аппаратты алу керек қой депші. Не деген күшті нәрсе дедім. Маған арман пайда болды. Қайтсем де осы аппаратты алам деген арман мақсатыма жазып қойдым. Екінші мен көрген аппаратым ол әрине біздің Ишоккан аппараты. Ишоккан аппараты мен күнде мамам таңертеңгісін шашын жайып тастайды да тарайды күнде. Мен айтам, неге шашыңызды тарай бересіз деп сұрадым. Енді 40 күн мамама қарап отқаннан кейін, мамам қасында отқан соң көріп бастадым. Сол кезде енді ол кісі айтты: басым қатты ауырады деді. Басым ауырғаны соншалық, басымды көтере алмай қалам. Осы тарақпен тараған кезде сәл ауырғаны жеңілдейтін сияқты болады өзіме деді. Сонда ерінбестен бір күн емес, 2 күн емес, біздің үйде қанша күн жатты, сонша күн күнде таңертең шашын тарайды. Мамам 8 күнде аяққа тұрды біздің өнімдерден, 8 күнде есін жиды. Сол кезде 40 күн осы өнімдерді ударный дозамен ішкіздім. Сол кезде інім айтты: мамамды жаздың, өледі деп жатқан жерден сізге не әперейін дегенде мен айттым: маған Ишоккан сатып бер дедім. Ишоккан аппараты, көрдіңіздер ма? Осыны сатып бер деп айттым. Мамаға осыны сатып берді. Ол кезде Ишоккан емес, ол кезде ромашка деген болатын. Мынандай лазері жоқ, ол темір болатын, мынадан гөрі қаттылау, және ода мынандай 5 насадка емес, 3 насадка болатын. Мынандай лазердары жанбайтын, өзі жеп-жеңіл болатын қолға ұстағанға. Соны мамам өле-өлгенше сол аппаратты ұстап жүрді. Содан күнде таңертеңгісін 15 минут сол аппаратпен шашын тарайды. Мен айтам: мама, бұл не дегенде, мамаға айттым: бұл дедім, тарақ дедім. Сіз атпен емес, мен тараңыз Ишоккан. Осы Ишокканның жоқ бір болатын, еще надан гөрі қатты одан кейін ала шықты ғой. Жоқ, күнде тарап жүрді. Кейіннен әрине осы Ишоккан. Так, микрофонды өшіреміз. Нәтижесінде бір дегенде бар ғой, маманың шашы бар ғой, қап-қара болып кетті ғой. Шаштары әппақ, шашы қап-қара болып кетті. Біздің өнімдер өте күшті, аппараттар одан өткен күшті. Мен қазір давайте Сильварис туралы айтайын, Ишоккан туралы қазір бізде Салтанат айтады, цех туралы Құрманғали мырза айтсын. Мен, қараңыздар, қымбатты әріптестер, бізде Сильварис аппараты келген. Біз особо мән бермейміз. Ауру адамдарды іздеп кетеміз. Мен алғаш бизнесқа келгенде қаяқты онкология, сол іздеп кеткен болатымын. Өте көп.
бірақ көп жұмыс жасадым. Бірақ енді 12 жылда барғанда неше түрлі диагнозбен жазылған адамдарды көрдім. Нәтиже деген өте көп болды. Менде онкологиядан өте көп адам жазылды, иә. Бірақ қараңызшы, өңшең ауру адам барып қандай бизнес құруға болады. Көрдіңіз бе? Сондықтан да мен кейін уже түсіндім, ауру адамдардан көрі сау адамдарды шақырайық деп. Енді қазір бізде мына Сильварис аппаратын келгеніне біраз уақыт болды, бірақ біздің геліміз жаңадан келді, иә, гель, Сильварис гель. Сол гель менен Сильварис екеуінің функциясы өте керемет. Жаңағы Сильварис аппаратында жаңағы ең бірінші жақсаңыздар, неше түрлі өзі қызыл, көк болып жанады, иә, светтері. Екінші режимін қоятын болсаңыздар, прямо шағады бетті. Оказывается, на эпидермистер ана төменге түсіп кеткен ажым болады, сол себепті ажым көбейеді да, ана төменге түсіп кетеді ғой, ана кожаңыз, иә, гладкий болмай. Соны бері қарай тартады жаңағы. Екінші режиміне қойсаңыз, бетті тартады. Былайша айтқанда, бізде қазір ботокс дейді. Ботокс жасатады, укол салады беттеріне. Укол салады, беттің бәрін тартып, былай. Бұның ізінде мынау таяр тұтты. Тым ашық мешен енді. Микрофон өшірейік. Микрофонлардың өшінде кедергі жасап отырсыңдар. Кім микрофон қосты? Соны жаңағы біздің жаңағы Сильварис аппаратыңыз ботокс заменяющий. Сізге ботокс жасау үшін сізге бар қояққа 50-60 мың теңге ақша қажет. Ал мен қазір бар қояққа сол Сильвариспен маған қараңызшы, мойнымда офистің ақшасын төлеу керек болды. Мен тез-тез ақша табу керек болды. Сол Сильвариспен біздің гель келді. Гельді жағып алып, бірінші біздің молочкомен жуып аласыздар. Сосын гельді жағасыздар, сол гельмен Сильвариспен тартқан кезде бетіңізді күшті түктейді. Мына тереңге глубоко кеткен эпидермистер бері қарай көтеріледі, тегістейді, және бетті ағартады. И моментально. Сондықтан да сол Сильварис аппаратын бір гельден мен ана керек ақша жоқ, не істеймін? Сильварис аппаратын, иә, Құрманғали мырза көрсетіп жатыр, Сильварис аппараты. Осы Сильварис аппаратпенен жаңағы гельді жағып алып, аппараттың өзінің жаңағы несі бар, режимдары, 4 режим. Сонымен жүріп өтсеңіздер, беттің әжімін моментально тартады. Мен 2000 теңгеден ауылдық жер болғандықтан 2000 теңгеден жасаттым. Бізде косметологқа барып көрген қыздар біледі. Мезотерапия деген жасатады. Тоже укол салады. Витаминдер салып береді бетіне инемен. Біріншіден ол мынандай беттердің бәрінде точкалар, дақтар қалады. Екіншіден ол өте болезненно, ауыртады. Үшіншіден 2-3 күнге шейін беті көгеріп жүреді. Көздерінің асты, маңдайлары, жан-жақтары, әсіресе әжім көп жерлерде қатты көгеріп қалады. Сөйтіп барғанға бір 10 күнге шейін, 15 күнге шейін көгергендер кетпей, ауырып сөйтіп жүреді. Және ол укол салған кезде бір сутка ұйықтамай түрегеп отырады екен. Мен оны салғызған, біздің үйге бір ауылдан бір кісі келіп, соны салғызу үшін бізге келгенде 45 мың теңге төлеп соны жасатты. 45 мың төлесін қанша уақытта кетеді екен деп ойлап едім. 2 аптадан кейін қайтадан бұрынғы беті салбырап сол қалпына келді. 2 аптадан кейін. Ал енді біздің Сильвариспен бір-ақ рет жасап тартып көргеннің өзінде бар қояққа, бізге бар қояққа 20 күндей жүреді. 20 күндей. 2 мың теңгеге жасатып, жаңағы бір гельден 84 мың теңге табуға болады. Бір гельден мен Сильвариспен жаңағы бір гельменен Сильвариспен тартып елдің бетін тегістеп берген кезімде 80, мен статусымызды көрсеңіздер, мен статусында гельменен Сильвариспенен жасаған кісілердің суреттерін қойып қойдым, до и после. 84 мың теңге бір гельден табасыз. Гель 8 мың теңге тұрады. Бір геліңіз, иә? Содан 10 есе сіздер табасыздар. Және Сильварис аппараты өте күшті. Қонаққа баратын болсаңыз, бетіңізге мезотерапияның да керегі жоқ, ботокстың да керегі жоқ, инъекция салудың қажеті жоқ. Жаңағы синтетика, полусинтетика, химикат қой, оның бәрі уколдар салған кезде. Ал біздің Сильварис аппаратыменен тек қана гельді жағасыз жарты бетіңізге. Сөйтіңізді ең бірінші жарты бетіңізге жағасыз, өйткені ана гель тез кеуіп кетпесін. Гельді жағып, Сильвариспен тартқан кезде бетің сұмдық көтеріліп, мышцаларың көтеріліп, бетің тартылып, әжімдерің азаяды. Сосын кейін барып, бет ағарады. Өткенде мен шуда бір әйелге істедім, беті қатты төмен түсіп кеткен мышцалар, сол кісіні тараған кезде зебра ақсақ қалып беті. Мына оң жақ бетін тартылғаны соншалық,
ана бүйтіп әжім болған кезде арасы күнге күймеген ғой. Беті күнге күйіп кеткен бізде мойқын шуда жел, постоянно жел. Яна беті кожаны нетіп жіберген ғой, құрғатып жіберген ғой. Сонда анау бүйтіп әжімдер тартылған кезде ортасы ақ болып қалған ғой. Ақ. Сонда мынадай бір зебра ұқсап қалды ғой беті. Ақ қоңыр полоска болып қалды. Сонда осветление. Мен бірінші бір бетіне жасадым, ана өзі өзі не дейді екен, кітап шығарады екен, журналист па сондай екен. Ананы көрді, мен 10 күн келемін аппаратқа деді. 10 күнге 20 мың теңге. 10 күнде оның беті күшті болады. Мен мойқында бір кісіге 10 күн жасаған, беті керемет. Төбесінде бір шишка болған маңдайында. Сол шишка кетіп қалды, қыздар. Шишка кетіп қалды. Сондықтан да біздің Сильварис аппараты менен, мен ең бірінші біздің үйде не зат алсам да, ең бірінші мен үйде жолдасыма жасаймын. Біз Мали күлет, сенің опытный кролигің менмін деп ше. Енді ол бөте бұзылса да, қате жасасаң да ұрыспайды ғой, өзің күйеуің ғой енді. Басқа бір өткен құртсаң ұрсады ғой енді. Или жаңағы халя жалып жасайды, мен айттым, пожалуйста, кел, жақ көреш саған деп, мен Шалидің бетіне жақтым да. Ол жұмыстан келген бетіне жағым тез-тестен бірінші қарны ашып тұрды да, ұрсып тез-тез еткізді. Сосын тамақ ішіп кеткен соң ол жатып еді, диванда, мен шалқасына қайтадан келді, жақтым да, қайтадан бетіне жасадым, қайтадан жасағанда беті күшті көтерілді. Біз тойға баратын болғанбыз, кешкі көршілердің тойына. Бүкіл көршілер, айлаған бетіңе крем жағып алғансың ба, крем жағып алсың. А самом деле вот этот Сильварис көтерді былай бетін. Әжімдерді тартты, ағарды беті. Сондықтан да біз қазір көктем, бетіміз тез қараяды, жаз келатыр, қазір көктемде тез күйесіңдер ғой, Ал бізде SPF крем бар. Баши тоналка жағудың қажеті жоқ. Бетің аппақ болып тұрады, және бетің күймейді, күнге қарсы. Бетіңіз ағарып тұрады. SPF-каны қайсыңыз алдыңыздар, плюс қойып кетіңіздер. SPF кремді кім алды? Енді қараңыздаршы. Әсіресе мысалы ер азаматтарымыз біздің уход жасамайды ғой, әйелдер сияқты, Мен мысалы бізде тойға барақ деп аттық. Сон жаңағы SPF-ка кремді жағасыңдар. Сосын кейін Сильвариспен тартқан кезде ана бетке сіңген кезде бет ағарып кетеді. Олар крем жаққайды ғой енді. Сосын Сильвариспен тарттарсың, бетің теп-тегіс болады, сосын кейін жуып жібереді. Жуғаннан кейін беті тартылып, ағарып, ер азаматтар постоянно далада жүріп, беттер тұтығып тұрады ғой, көктем. Ананы жаққан кезде бет аппақ күшті болды. Как будто ботокс жасатқан сияқты. Аппақ болды да, қара торы күйеуім аппақ болып тойға бардықша. Сондықтан да моментально сіздерге ботокс керек емес. Мезотерапияның, мен өткенде жаңағы менің үйіме келіп жасатқан әйел 43 мың теңге төледі мезотерапияға. Ал енді ботокс жасататын болсаңыз 65 мыңнан жоғары. И то ол қандай ауырады, инелер тық-тық ұстайды. Ботокс жасатқандарды да көрдік, олар бүйтіп онда не сияқты робот құсап қалады, қастары ешнәрсе қимылдамайды, бұлай бүгілмейді, күлмейді, бұнда күлген кезде эмоция болмайды ботокс дегенде. Ал Сильварис аппаратымен сіздер моментально бет ауыздарыңызды тартасыздар, моментально жалтырап шыға келесіздер ғой. Мен детоксқа барған кезде шудың апалар келді, 80-ге кеп, 70-ге кеп қалған. Сол кісілердің бетіне Жаркенттен бір әйел келді да, 70-ге кеп қалған, 60-тан асқан, 65, 67, 68-де. Сол кісінің бетіне жасап едім, бет теп-тегіс болған, соншалық қызына салып жібердік суретін. Қызы сразу Сильварис аппаратты алғысы келіп кетті. Қанша тұрады, бағасы неше деп алғысы келіп кетті. Сол Сильварис аппараты ертең 20% скидкамен алып алыңдар. Әр қайсының үйінде бір Сильварис болсын. Не істейсіңдер? Ауру адамдар жинап алып, аурулармен қандай команда құрасыз?